Және кеше жаңалықтары көп деген жігіт Нұрдәулетте осында. Жаңалық жоқ дейсің ғой адам. Неге? Жоқ Күн па? жаңалық айтпадың ғой? Айтпадыңыз. Айтып үлгермедіңіз. Спортын айтты. Спортын айтты. Иә, былай. Әшін крупный айта салдым. Егжей-тегжейлі айтқан жоқпын. Бұйырса менің парақшамнан көресіздер. Иә, міне түрде Нұрдәулеттің парақшасына жазып алыңыздар, күшті контенттер түсіріп жүрін дейді, енді бір көреміз бірге. Арнайы сол үшін дененің барлығын дайындап отыр, бұйырса тек қана сол ғой контент. Сосын көбісі таң қалып жатқан шығар, бірінен кейін бірі шықты ғой, қалай бір-бірін көрмеді деп, бұл кісілер бір-бірін білмейді, келгендерін студиядан ғана көрді. Иә. Қандай сезімде тұрсыз? Айтып жеткізе алмаймын енді. Өзім түсінбей тұрмын, қандай сезімде тұрған, пока что өзім түсінбей тұрмын. Иә, міндетті түрде эфирді көріңіздер, эфирде барлығын бірге білеміз. Мұнда жігіттер, мұнда қыздар. Құрметті оқырмандар, студия төрінде біздің Айда қыз. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Супер. Иә, біздің де елдің адамдары түнімен ұйқы бермей сұрап шықты. Айда келе ма, жоқ па, неге суретін салмайсыз деп. Тосын сыйғылып, соңына тәтті десерттерді қалдырдық. Құрметті оқырман. Не айтасыз ал? Спонтанно келіп қалдым. Айтыңыз. Спонтанно еще раз? Айтыңыз ал, не жаңалығыңыз бар? Жаңалық енді прям күшті ондай жаңалықтар жоқ. Құттықтаймыз, киноға түстіңіз. Ол кино Қазақстанға келеді. Мәссаған. Да. Қазақша аудармасымен. Сол басқа жаңалық жоқ, жұмыс істеп жүрмін, только работаю. Міндетті түрде эфирді көріңіздер, эфирде қызықтар. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгінгі эфирді көрген боларсыздар. Бүгін Осылайық жобасына мен қонақ болып бардым. Және де басқа да адамдар болды, өздеріңіз білесіздер. Просто қонақ болып барғанбыз негізі. Ескі қатысушылардың барлығын шақырған. Күнде не жағдай болып жатыр. Енді бәріміз отырған жеріміз ғой енді. Сөйтіп барып сөйлесіп, әңгіме айтып, эфирдің соңында сондай мәселемен сөйтіп қайтып кеткен жайымыз бар. Қазір қалада жүрміз. Ребята, насчет сегодняшнего эфира, мені как қонақ қылып шақырышқан. Қонақ болып келдім, қонақ болып кеттім. Ничего лишнего, все окей.